Саған сәлем жолдаймын. Менің отбасым бүкіл әлемде тұрады. Сәрсенбіде екінші орыннан хабарлама жазып жатқан сенің аспазың. Жарайды. Бұл менің асхана үстелім. Оның артында мен қатты сағынатын барлық елдердің тоңазытқышы бар. Балалар, сен тіпті елестете де алмайсың. Жарайды. Кейде мен сөмкемнің қалай екенін тексергім келеді. Мен оны шығарып алып, көлігіме мініп, әуежайға бара жатқандай кейіп танытамын. Мен бірінші сыныпта дүние жүзіндегі қонақ үйлерді және ең бастысы бүкіл әлем бойынша сіздермен бетпе-бет кездесуді сағынатын күн келеді деп ешқашан ойлаған емеспін. Бірақ бұл бүгінгі тікелей эфир. Бәрі жақсы, бұл жаңа қалыпты жағдай. Мен әлеуметтік желілерде жарияланатын арнайы видео түсірдім. Өтінемін, оны көріңіз. Бұл мен үшін жаңа қалыпты жайлылық аймағына кірмеу туралы ескерту. Бірақ бүгін сәрсенбіде мен бұл хабарламаны оқып, оны тыңдауға көп уақыт жұмсадым. Сондай-ақ менің тәлімгерім Дато Шри Виджайдан серіктестерімен байланысу үшін көп уақытты үйренуді үйрендім. Ал серіктесі Патма менің әпкем. Мен онымен сөйлескен кезде, сайып келгенде, бұл ең маңызды нәрсе екенін еске салды. Бұл сапарда мен бұл туралы үнемі айтып отырамын. Және бұл сәрсенбідегі хабарлама жасы бойынша емес. Жасы бойынша егде жастағы желі қолданушылары үшін ғана емес. Сонымен қатар осы жолдан өткендер үшін де еске салады. Дато Шри Виджаймен ұзағырақ саяхаттаңыз. Содан кейін Жапа. Бірақ мен дәл қазір осы бейнені көріп отырған жаңа адам үшін бәрі жақсы екенін айтқым келеді. Мүмкін сіз тіркелуді жоспарлап жатқан шығарсыз, немесе жаңа ғана тіркелген шығарсыз. Иә, мен шынмын. Менің атым Патман Синати Раджа. Әлем мені сүйіспеншілікпен бастық деп атайды. Ал мен сенің бастығыңмын, жараймын. Мен екі ұлы адамның өкілімін. Ұлы керемет адамдар. Біздің ұлы негізін қалаушыларымыз Жапарас Бесмыр және жалғыз Дато Шри Виджай Ишваран. Мен түсінемін. Біз бұл сапарды бастағанда, немесе сіз бұл сапарды бастағанда, сізді таныстырған, немесе келісім шартқа отырған адам үшін бәрі жақсы. Содан кейін сіз олардың қасына отырасыз, және дүние жүзіндегі адамдардың 99%-ы 8 негізгі құрылыс материалы деп аталатын модульден өтеді. Және бұл модульдің бірінші бөлімі бүгін осында болуыма мүмкіндік берген тақырыпқа арналған. Мен боспын. Менің бойымды тірі қалдырған және мені белсенді және зейінді ұстауға мәжбүр еткен жалғыз нәрсе бұл арман. Бұл арман қиын нәрсе. Бұл арман ешкім шынымен түсіне алмаған нәрсе. Мұғалім, мұны басқа біреуге түсіндіре алу керек. Мен сенің отырғаныңа және сенің өсіп келе жатқан жолыңа бәс тігуге дайынмын. Жарайды, сені тіркел, армандарыңды жазып берші деді. Ал сен оны ойыма салмай жазып алдың. Бірақ жазып алдың. Міне, сіз қол жеткізгіңіз келетін кейбір практикалық нәрселер. Бұл сапарымызда біз мәре сызығына жақындай бастағанда, және мәре сызығы сіз қалаған кез келген нәрсе болуы мүмкін, ыңғайлы болу үшін бақылау орталықтарының санын 1-ден 3-ке дейін көбейтіңіз. Орталықтар апта сайын тұрақты түрде аптасына $22-дан $70,000 дейін табыс табады. Жарайсыңдар, балалар, бұл түпкі мақсат деп есептейік. Жарайды. Өйткені егер сіз аптасына $20,000 тапсаңыз, бұл айына $80,000 құрайды. Бұл сізді қаржылық, әл-ауқаттың белгілі бір деңгейіне қояды. Дәл қазір тұрған жеріңізбен салыстырғанда еркіндік. Мен бұл саяхатта адамдардың екі түрі бар екенін түсінемін. Ешқашан жасамаған адамдар. Мен армандар тақырыбына шындап кірісемін. Неліктен бұл кәсіппен айналысатынын ешқашан түсінбеген адамдар. Олар өнімді біреуді қанағаттандыру үшін сатып алды. Оны сынап көру жақсы. Олар кездейсоқ біреуін сол жақтан, екіншісін оң жақтан табады деп үміттенеді. Бұл өсіп, олар ақша табады. Мүмкін олар бұл мифті, оқиғаны естіген шығар. Жарайды. Балалар, бірақ мәселе мынада, егер сіз бұл саяхатты шынымен ойлаған армансыз, шын жүректен жазған армансыз бастасаңыз, бұл сіз шынымен қол жеткізгіңіз келетін нәрсе, және дәл осы себепті сіз бұл сапарды бастадыңыз. Егер сіз әлі де өз арманыңызды таппаған болсаңыз, содан кейін бәрін тастап кетсеңіз, мен сізге кепілдік беремін. Өйткені бұл бизнесте ең бастысы неге? Қалай емес? Ақымақ мұны қалай істей алады?
бұл ABC сияқты қарапайым. Балалар, ешкімнің желілік маркетингті зымыран ғылымына негізделген күрделі бизнес ретінде көрсетуіне жол бермеңіз. Олай емес. Бұл әлемдегі кәсіпкерліктің ең қарапайым түрі, және сіз кінәттің ең ірі желілік маркетингті компаниясына жатасыз. Мені мұның қалай жасалатыны қызықтырмайды, және оның қалай жасалатыны туралы сирек айтамын. Неге деген сұрақ анықтаушы фактор болып табылады, және мен оны түсінемін. Көптеген адамдар бірінші аптада, бірінші айда, бірінші жылы жұмыстан бас тартады. Себебі олар ешқашан себеп таба алмады. Олар бұл арманын ешқашан таба алмады. Кейде мен бәріне жоғары тұрған органдарды кінәлағым келеді. Мен жүйені бұл адамға өз арманын табуға жеткілікті уақыт бөлмегені үшін кінәлағым келеді. Бірақ мен бұл әлеуетті клиенттер арман сияқты нәрсені ұмытып кеткен әлемнен келетінін түсінемін. Олар мұның бәрі жойылып, саусағынан сорылғанын ұмытып кетті. Өмір, қоғам олардың бәрін нокаутқа түсірді. Жұмысқа бар, үйге қайт, жұмысқа бар, үйге қайт. Олардың барлығы аман қалу үшін, кедейлікте өлмеу үшін, жеткілікті қаражатқа ие болу үшін осында. Және бұл олардың менталитеті. Және олар біздің әлемге кіргенде, сіздердің көпшілігіңіз дәл қазір кіріп жатқандай. Сіз әңгімелерді естисіз. Сіз бүгін велосипедпен және мерседеспен жүретін адамдардың жетістіктері туралы әңгімелерді естисіз. Сіз азық-түлікке ақшасы жетіспейтін және бүгінде виллаларда тұратын адамдар туралы әңгімелерді естисіз. Пәтерлерде, бунгалоларда және бүкіл әлем бойынша бірінші класста ұшатындар. Сен менің әңгімемді естисің. Мен бастаған кезде менің банктік шотымда $20 болды. Бәрі жақсы. Бүгін анамның арқасында жаратқан ие оның жанын жарылқасын. Алдато Шри Виджая Жапа. Мен қаржылық жағынан еркінмін. Бірақ мен саяхатымды бастағанда, бәрі өз жолын бастағанда, бәрі жақсы екенін түсіне алмайсың. Олар өз себептерін тапты. Егер сіз менен адамдардың неге кетіп бара жатқанын сұрасаңыз, мен бұл қисынсыз деп жауап беремін. Егер біреу бұл кәсіптен бас тартса, бұл ақымақтық болар еді. Өйткені сен өнер көрсетпесең, сені шапалақпен ұрмаймыз. Түсіндің бе? Біз ештеңе істемейміз. Бұл сенің өз еркің. Бұл еркін кәсіпкерлік. Бірақ егер сіз өз себебіңізді таппасаңыз, неге мұны істегіңіз келеді? Неге бұл азапты бастан өткергіңіз келеді? Мен бас тартудан қорқамын. Неліктен келесі әлеуетті тұтынушыңызға осы ақымақтың сенім жүйесіндегі жағымсыз ақпарат құралдарының, Google іздеулерінің немесе басқа да бос сөздердің не екенін түсіндіруге тырысасыз? Ал мен бүгін көп нәрсеге сенемін. Көптеген адамдар өздерінің армандары туралы тым аз айтады. Олар бұл барлығын алға жылжытатын жалғыз негізгі қағида, тұжырымдама екенін түсінбейді. Егер сіз әрбір серіктес Виден сұрасаңыз, біздің ұлы құрылтайшыларымыздан сұрасаңыз, менен сұрасаңыз, мен осындамын, өйткені менде бұған себеп болды. Мен өз арманымды таптым, және оны бүкіл әлемдегі көптеген адамдар сияқты саяхатымның басында табу бақытына ие болдым. Мен де бұл бизнестен бас тартқан болармын. Өйткені сені азапқа төзуге мәжбүр ететін, қиыншылықтарды жеңуге мәжбүр ететін нәрсе жақсы. Ал қиындықтар дәл осы арман. Ал егер сіз бүгін тіркелсеңіз, немесе жай ғана тіркелсеңіз, солай ма? Біраз уақыт бөліп, өзіңізге негізгі сұрақты қойыңыз. Неге бұлай істеп жатырсыз? Сізде мұны істеуге жеткілікті себеп бар ма? Қандай жағдай болмасын, алға жылжуға көмектесетін арманыңыз бар ма? Ал сіз бұл арманыңызды тапқанша, бұл саяхат сіз үшін құмар ойын болады. Өйткені эмоциялар күшейетін сәт келеді. Негативтілік тым күшейіп, сіз желілік маркетинг статистикасының бір бөлігіне айналатын кез келеді. Себепсіз кетіп бара жатқан адамдар. Сондықтан арманыңызды табыңыз. Бұл өте маңызды. Сәрсенбіде осы хабарламаны көріп отырғандарыңыз үшін жарайсыңдар. Жауынгерлер Дату Шри Виджаймен 1 жыл, 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл бірге болғандар. Кейбіреулеріңіз мен сияқты 20-22 жаста болуы мүмкін. Өзіңнен сұра.
Бүгін сені не итермелейді? Өйткені бұл туралы ойлану керек. Сізде бар бірінші тілектер тізімі дайын. Мен оның аяқталатынына кепілдік беремін. Осыдан кейін арман одан да үлкен болуы керек. Өйткені егер арман одан да үлкен болмаса, онда сіз жайлылық аймағына түсесіз. Өйткені сіздің сенім жүйеңіз тізімдегі бірінші арманыңызға қол жеткізгенде, мен мұны тек армандар тізімі деп атағым келмейді. Бұл сіздің алғашқы армандар тізіміңіз. Мен жүздеген армандар тізімін жаздым. Осы демалыс күндерінің өзінде мен орындағым келетін жаңа армандарды жаздым. Әйтеуір, мен саған тиімсіз көмекші боламын. Өйткені сен менің соңымнан еріп жүрсің. Маған қоятын сұрағым. Мен қайда бара жатырмын? Мен қандай жылдамдықпен қозғаламын? Саяхаттаңыз. Өйткені сіздің жетістігіңіз соған байланысты. Өткен сәрсенбіде айтқанымдай, біз салыстырмалы талдау жүргізіп жатырмыз. Ал сіз қазірдің өзінде жасай бастаған және сіздің алғашқы армандарыңыздың тізімін дайындап қойған адамдар үшін жарайды. Бірінші армандар тізімін жасамас бұрын отырып жасауды бастау керек. Армандардың жаңа тізімін жасаңыз. Өйткені алға жылжуға көмектесетін жалғыз нәрсе, сізді жайлы аймағыңыздан шығаратын жалғыз нәрсе, бұл армандар. Және бұл арманның барған сайын ұлғаюы керек екенін есте сақтаңыз. Өйткені сіздің ұйымыңыз кеңейген сайын, көшбасшының көптеген адамдарды шабыттандыратын қабілеті болуы керек. Көшбасшының Дато Шри Виджай Жапа сияқты мыңдаған және миллиондаған адамдарды шабыттандыратын Байрагага деген құштарлығы болуы керек. Және бұл үшін Дейв Ван Вани маған әрқашан айтқандай, олардың аквариумы қажет. Олардың арманы барған сайын үлкейіп, мақсатқа, көзқарасқа айналады. Бірақ сенің арманың орындалмаса, сен де өспейсің. Сіздің ұйымыңыз одан да жақсырақ болады. Ол тоқырау күйіне түседі. Мен жетілген ұйымдарда, көшбасшыларда, сіздің жоғары билік эшелондарыңызда, олардың арманы жеткілікті ме, жоқ па? Мен одан қатты қорқамын. Өйткені, егер арман жеткіліксіз болса, қалғанының бәрі одан да үлкен болады. Солай емес пе? Сонда сіздің назарыңыз қиындықтарға, жолда сізді үнемі қоршап тұрған қантқа аударылады. Бірақ, егер арман жеткілікті жарқын болса, арман жеткілікті үлкен болса, онда бұл сіздің назарыңызды сол арманға аударуға мәжбүр етеді. Сондықтан, сәрсенбідегі осы хабарламада сіз өз армандарыңызды қайта қарап, өзіңізге сұрақ қоюыңыз керек. Сіздің арманыңыз жеткілікті ме? Өйткені сіз әрқашан Виджей Декстер егердің бұл мәлімдемені айтқанын естідіңіз. Егер арман жеткілікті үлкен болса, фактілер ескерілмейді. Егер арман жеткілікті үлкен болмаса, бәрі жақсы ма? Фактілер сізді желіден шығып, темекіні тастайтын адамдар туралы статистикаға итермелейді. Бұл бизнесте сандар маңызды емес. Бұл бизнес. Сіз білесіз бе, сату жоспарына, өнімдерге 22 жылдан бері жалғасып келе жатқан мәселелерге қатысы жоқ, және біз әлі де жақсы жұмыс істеп жатырмыз. Бұл бизнес сізге байланысты. Мұның бәрі сіз туралы және сіздің арманыңыздың қаншалықты үлкен екендігі және оның келесі айда, келесі жылы қаншалықты үлкен болатыны туралы. Және сіз бұл арманыңызды қалай үлкен және үлкен етіп жасай аласыз. Осылайша сіз армандаушылардың үлкен ұйымын басқара аласыз. Сондықтан өзіңнен сұра. Дәл қазір сенің күресуге дайын, өлуге дайын, сахнаға шығуға және арманыңа жету үшін кез келген қиындықты қабылдауға дайын, жеткілікті үлкен арманың бар ма? Ол әлі сонда ма? Егер ол жоқ болса, сәрсенбідегі осы хабарламадан кейін бірінші күндегідей әрекет етіңіз. Бір парақ қағазды алыңыз. Кім болсаң да, бизнесте 20-шы жыл, бизнесте 10-шы жыл, 5 жыл, 1 жыл, 1 ай, 1 апта, 1 қайырлы күн. Сәрсенбідегі осы хабарламадан кейін бір парақ қағазды ал. Қазір тыңдап отырған әніңді ойна, Латика, бір жерде жалғыз отырып, арманыңды жаз. Өз себептеріңді тап. Өзіңнің неге дегеніңді тап, ал қалай дегенің маңызды емес. Жеткілікті жақсы себеп тап, сонда барлық қиындықтар жойылады. Мынаны есте сақта, егер арман жеткілікті үлкен болса, фактілер маңызды емес. Мені осында әкелген, Дато Шри Виджай Жапаны әкелген,
барлық V-Partners, AF, V-Councils, V-Elite Leaders компанияларын қаржылық еркіндік тарихын құруға итермелеген нәрсе олардың шеберлігі емес еді. Бұл олардың шеберлігі емес еді. Бұл стратегия болды. Бұл жүйеге ешқандай қатысы жоқ. Бұл олардың армандарының күші еді. Олардың арманы неғұрлым күшті болса, соғұрлым сіз күшті желі адамы боласыз. Осы өте маңызды ортада сіздің бастығыңыз сізге еске салады. Арманыңызды қайтадан табыңыз. Арманыңызды маңыздырақ тауып, оны барған сайын жүзеге асырыңыз. Өйткені қаржылық еркіндік деген түпкі мақсатыңызға жетуге көмектесетін жалғыз нәрсе арманыңыздың өлшемі мен жүрегіңіздің өлшемі. Мен сендерді жақсы көремін, балалар.